Assalamualaikum, qadrmenді мұсылман бауырлар. Мінекей көктем шығып, барлығымыз көңіліміз жайдарлы. Рамазан айы да келіп, мінекей ораза ұстап, Аллах Тағаланың нұры жауып атқан күн. Мың айлардың артығы осы Рамазан айы. Рамазан айында тілеген дұға тілектеріміз барлық қабыл болсын. Аллах денімізді сау болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш. Барлығымыз бұрынғыдай керемет жақсы өмір сүрейік. Мінекей енді біз Корея мемлекетінен Қазақстанға көлік жібереміз. Азия Трейд компаниясы, менің есімім Нұрлан, Жамбыл облысы Тараз қаласынанмын. Өзімді таныстырып кетейін. Енді қанша дегенмен біздің каналға жаңадан қосып жатқан кісілер бар. Олай болса, бүгін 20 сәуір күні елімізге 2 контейнер артқалы тұрмыз. Кішкене көліктердің иелері сәл күтіп қалды. Қашан Нұрлан контейнерге артасын деп. Енді ол бір жағынан біз айтқанымызбен контейнердің келет уақытысы да кішкене кешіп келеді. Ал енді біз жібеткен контейнер осы 2 контейнерде екеуі де қымбат, бірақ осы жолы контейнер Алла қаласа 25 күн мен 30 күннің арасында жетеді деген ойдамыз. Ал мінекей, енді олай болса, бізбен бірге артатын Қахар ағамыз. Қахар аға. Ассалаумағалейкум ағайындар. Мінекей микрофон. Еште керек мына. Құлақ қойыңыз. Таңым жоқ сонда. Бәрібір. Енді бүгін елімізде қандай контейнер атып жатсыз, қандай көлік атып жатсыз, соны Ассалаумағалейкум ағайындар, туыстар, бауырлар, міне бүгін нешесі бүгін? 20 сәуір. 20 сәуір, бауырым екеуміз Құдай қаласа машина артпақпыз қазір. Нұрланның машиналары, менің машиналарым, міне шүкір Аллаға, бәріміздің машиналар машина артқан кезде. Қазақстанға баратын қазақтың машиналары осының бәрі. 2 новый карнивал, 2 касем, К5, Инфинити, Соната. Әдемі бәрі қарасам, бәйгенің атындай, сайдың тасындай, бәйгенің атындай болып тұр ғой бәрі, бәйге шабатындай бір новый бәрі. Шүкір Аллаға өте жақсы алынды, әдемі бәрі. Ең жаман деген көлігіміз мынау болғаныңыз, мынаның өзі қарасаң, міне әдемі ғой бәрі. Шүкір Аллаға, енді ең главный елге ертерек жеткенде бұның. Құдай қаласа бір айда жесе. Айтып отырмын да, біздің алған контейнеріміз басқалардан қазір арзандап отыр ғой, бірақ бізге енді қымбат әлі де. $2100. Бірақ тез барады деп түсіндіріп жатыр. Біздікі бағасы кішкене қымбаттау. Өйткені себебі ол жаңағы арзандау кәміне бар, жаңағы ортада жаңағы тасымалдайтын фирмалар бар, жеткізіп беретін. Олар арзанырақ болған бағасы, олар кешіктіріп апарады. Кішкене салмағын шығармай қояды, болмаса Қытай барған кешігіп пробкада тұрып қалады. Амма біздің кішкене бағасы қымбаттау, зато ертерек апарып береді жаңағы тезірек. Бір айдың көлемінде. Сондай енді Алла бұйырса енді аман-есен жетсін бауырым. Біздің көліктеріміз, қазақтың көліктері аман-есен елге жетіп, енді бауырларымызды қуантып, үйіне осыдан Кореяның технологиясын, берекесін алып барсын. Енді аман-есен жету нәсібесін, ұрылмай, сырылмай, жаңа сырып қалса бәле касекқа кіреміз екенбіз. Сол. Прошлый рингтен жақсы аттап келген, алдыңғы атқан жерден кішкене көңіл толмады. Берекет Қазақстаннан сәл машинаның нелер болды. Ал енді бұл жолы Кореядағы номер 1 тез артады, әрі безопасны жаңа. Бұл жаңадан ашылды өзі, көрдің бе? Жаңадан ашылып, арнауыл бұрын не жаңадан ашты, бұл әдемі удобно жасап қойып, қаншама машина тұр мына жерде, 200-300 машина тұрған шығар, молодец. Жаңағы карнивалдар жасатады бұл. Көтеріп, қойшы. Сол. Не дейміз бауырлар? Аман болайық, қазақ еліміз аман болсын, жеріміз тыныш болсын, елде ауру сырқаудан сақтасын әрқашан. Аман-есен жүріп, бәріміздің үйімізде береке болсын, бәріміз ісімізде нәтижелі бір табыстылық, жемістілік болсын, көліктеріміз аман елге сырылмай барсын. Сол ораза қабыл болсын, әрқашан аман болыңыздар, ісіміз берекелі болсын, табысты, жемісті болсын. Ал енді мен көліктерді бір-біртіндеп, сіздердің барқан көліктер бір-біртіндеп түсіре беремін. Түсіре. Мекінде Әзілей. Давай. Қандай микрофон істейді? Қазір осындай микрофон істейміз. Құлақ наушник екеуі бірге. Олай болса, мінекей Kia Carnival көліктерін бір көрсетейік. Мінекей 2021-ден бастап керемет дизайн болып шықты. Бұны алған кісі Ерболат аға Атырау қаласынан отбасыма керемет көлік аламын деп әрі кандидатасы ең жоғарғысын таңдады. Негізі бұл кісі Toyota Sienna көлігін тапсырыс берген болатын, бірақ Toyota компаниясы мен сәл кішігірім өкпелегім бар, себебі көліктің дизайны сол баяғы
қатты өзгермеген және салонына отырсаң да көңілің толмайды. Бағасы мынакымен қарағанда бірдей, бірақ сапасы жақсы, бірақ дизайн, комфорт жағынан сәл төмендеу сияқты болды. Мен ол кісіге айттым, ағасы міне елімізге Кореядан жаңадан Kia Carnival шықты. Осы Carnival көлігін алыңыз, өте жақсы деп. Ал енді сол көлікті ішіне жақынырақ бір көрсетейік сіздерге. Мінекей 360 градус камерасы бар, 5 ключевой доступ, автозавод. Мына салафанда барлығы біз ешқайсысын тескен жоқпыз, себебі Қазақстанға барған кезде көліктің иесі мінекей осылайынан керемет көңіл күймен көлігінің салафанын ашып, жаңадан алғандай болып әсер алсын. Мінекей капитанский кресло деді. Мына поликтерді ашылмаған, келгеннен кейін сразу ішіне кәмпит шашып отбасына мінсін. Ағайын бауырлар, енді мен Қазақстанның растаможкасының кішкене көңілім толмайды. Елбасы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы президентіміз осы утилизация сбор деген мәселесін дұрыстап қарасын деген ниеттемін. Елімізге мынау қырғыз бауырларымыз, Украина көршілес мемлекеттері бар, мынау Өзбекстандар бар, барлық мемлекеттерге растаможкасымен әдемі кетіп жатыр. Ал бірақ мынау Қазақстанның бауырларына көлікті жақсы көлік алып бергім келеді, бірақ растаможканы қымбаттығына байланысты кейбір кезде нашар көліктер, кейбір кезде сырылған көліктерде кетіп жатады. Сол себепті керемет арзан бағалы көліктерді елімізде болсын, жылы жаңа көліктер елімізде жүрсін. Мынау 1999 жылы көліктер мен 2005 жылы көліктердің бағасы қазір уда ұшып тұр. Сол себепті ол көліктер бағасы түсіп, елімізде жаңа көлік кірсін деген ниеттемін. Осы растаможка мәселесін жақсылап қараңыздар. Ағайын бауырлар, бұл бөтен ел емес, біз өзіміздің Қазақстанға, өзіміздің Қазақстан жұртына барлығымыз бірдей байып, Корея сияқты бірдей табысты болайық. Ал қараңдаршы, міне Корея мемлекеті кішкентай ғана елінен ешқандай бір темірде, қазабайлықта ештеңе шықпайды. Ал бұл мемлекет өзінің экономикасын жоғары көтеріп алып, шетелден шикізаттарды, бағанағы мұнай болсын, темір болсын, барлығын копейкаға алады. Өйткені Корея мемлекетінің экономикасы жоғары болған сайын, доллармен көтерген сайын шетелден зат алу өте арзан. Әрі мынау тұрған Carnival көлігі Қазақстандағы басқа да қымбат көліктермен бағасы, мысалы осыған теңдес көліктер бар бізде, анау Toyota Alphard деген, Toyota Alphard'ың 100 миллион ба бір бәле, Lexus тағы біремсе дегендердің бір, ол да 100 миллион сияқты, 50 миллион мен 100 миллион арасында. Онда көліктерді Корея мемлекеті шығаруға көңілі сол істейді ғой, сондай жетпейді. Көліктің бағасы өте тиімді. Егер мына көлік Қазақстанға без растаможкамен, растаможка таза барғанда, онда бұл 15 миллионға түсетін еді. Ал сіздер 15 миллионға қандай көлік аласыздар? Сол жағын ойлаңыздар. Қараңыздаршы, қандай керемет. Корея мемлекетінің адамдары жоқ дегенде білімсіз адам 5 мың доллар табады. Өте білімді адам айына 10 мың доллар стабильно түсіп тұрады. Ал бизнесмендер айына 50 мың 100 мың доллар табады. Сонда адамдар болып, мына көліктің бағасы өте арзан. Kia K5 болсын, Санаттың болсын, 10 мың долларға 5 мың доллар, 7 мың доллардан да көліктер бар. Ал ол көлік біз Қазақстанға барған кезде 7-8 миллион теңге болады. Ағайын бауырлар, бұл растаможка жағын кішкене жақсылап қараңыздар. Артық айтсам айыптеңіздер, бірақ мен қатты айтсам да айтылатын нәрсе, қанша дегенмен шыдамыз таусылып бітті. Қазақстанға көлік жібереміз. Қазақстанға барған кезде коммутациясы нашар, анаусы нашар, сырылған деп айтып жатады. Қазақстан растаможка арзан болса, әрине біз сіздерге жаңа көлік жіберетін едік. Енді қатты көп сөйлеп кеттім, эмоция беріп кеттім, айып беріңіздер. Мінекей, енді мынау Нұркен ағамыздың көлігі Kia K7, Олжас Оғас бауырымыз түсірген, 8 сатылы 266 аттың күші бар. Мына жақта 294 аттың күші бар. Бұл да 8 сатылы. Көліктің жалпы дизайн қарайтын болсаңыздар, өте керемет. Қараңыздар. Мен осының көліктің 2/5 средний коммутация түрі бар, ол 14,5 миллион теңге кіреді Қазақстан растаможкасымен. Ал мына көлік 360 градус камера, мына дистрониктары, мінекей мына жақтарда умный ключ контроль, тағы да датчик, міне скорость проекция барлығы болғандықтан
бұл көлік Қазақстан растаможкасы өте керемет болғандықтан елімізге 17 миллион теңге кіреді. Мінекей қараңыздар. Көліктің жағдайы өте жақсы, лепестоктары, мінекей память сидениясы, маған негізі мынандай көліктің мынау подлокотник дейді, қолын тірегіші. Соның байын екіге ашылатын жақсы. Себебі байынан ашылатын болса, адам ішіне зат алу, не істеу қиынырақ болады. Сол себепті осыдан ашып қойған өте жақсы ұнайды. Мінекей мына жақтарда орны жылытқышы, ысытқышы және 360 градус камера. Мына жақтарда барлықтары бар. Мінекей Kia Carnival көліктерде осындай. Оң жаққа, сол жаққа қойған кезде бұл Кореяның өзінің стилі. Ең бірінші болып осы кәрістер жасады деп ойлаймын. Кәдімгідей спидометр, дисплейлі барлығы өте әдемі көрінеді. Арт жағын қарайтын болсаңыздар да, мінекей қандай керемет. Мына жаққа бір чехол сақ қойсаңыздар, немесе бұндай көлігің болса айтпақшы, күніге жуамыз ғой айтпақшы. Мінекей барлықтарыңызға осындай көлік берсем, көлік салонына кір болып қалады деп ойламаңыздар. Көліктің салоны кәдімгідей отырған кезде бір үй сияқты болу керек, әдемі болу керек. Одан кейінгі бізге келесі көлігіміз Астана қаласынан Мади деген жездеміз керемет Kia K5 көлігіне тапсырыс берді. Мінекей қазір парасын қосайын. Арт жақтан қарайтын болсаңыздар, міне. Мінекей арт жағын қарайтын болсаңыздар, мынаның паралар. Уалейкумассалам. Мына жерде кнопкасы бар. Мына жерде кнопкасы бар. Мынаны былай басқан кезде, анау аккумулятор суырып қойған екен бұл. Бұл не істеген кезде орындықтары кәдімгідей қозғалып, жерлер салқаяды. Әрі мына жақта орындық ысытқышы салқын. Бар, 360 бар. 360 бар ма? Аха, бар. 9 адамдық бұл, Жоқ, 7 адамдық. Барда бұл көлікте не жоқ? Память сиденья жоқ, сосын панорама жоқ. Енді ол қатты да маңызды деп ойламаймын. Сосын 220 вольт ол жоқ екен. Қанша уақытта жетіп жатыр? Енді Қазақстанға алым контейнер 3 ай, 4 айға кеткен контейнер болды. Себебі біз арзан бағада көліктерді контейнері тиеп салған едік. Одан кейін контейнер табылмай қалғандықтан бұйырған контейнерге салған болатынбыз. Ол басқа компаниядан. Ал енді мына өзіміздің Ujin компаниясы бағасы әрбір көлікке $2100. Себебі контейнер бағасы $7800, погрузкасы $400, $2050 болып тұр. Ар жағы документ анау-мынаумен былайша айтқанда $2500-ға айналады. Тағы да заводской масле қандай көліктер алады? Заводской масле көліктерін алатын болсаңыздар, сіздерге не бар? Kia K7 2.5 бензин 14,5 миллион теңгеге шығады. Одан кейін осында Kia Carnival көліктерінің база комплектациялары бар. Спидометрі простой, растаможкасы мен 19 миллион теңгеге шығады. Одан кейін Starix көліктер жақында шығайындап жатыр. Сол көліктер Стария болып шығады. Сосын Kia K8 көліктері растаможкасы мен, енді мен нақты есептеймін, примерно Кореяның өзінде $40,000-дан бастап, $37,000-дан $40,000 арасында, $40,000 арасында шығады. Палисет көлігі ең арзаны өлдім база комплектацияның деген өзінде жас комплектация сол растаможкасымен 17,5 миллион теңге, 17 миллион теңгеден басталып, су жаңа көліктері 26, 3.8, мен только бензин айтып жатырмын. 26 миллион теңгеден шығады. Сосын не бар? Жинес көліктері бар. Жинес көліктері Қазақстандағы Mercedes, BMW, Maybach деген сияқты үлкен компания, үлкен комфорт жасайтын сыйлайтын көліктермен бірдей. Комфорт сізге сыйлай алады. Качествосы өте керемет. Ол растаможкасы 30 миллион теңге болады. GV80 30 миллион теңге болады. 30 миллион теңгенің айналасында. Қайсы? Мінекей. Енді Kia Carnival көлігі бірінші кіріп жатыр. Біз ең бастысы 4 көлік көрсеттік. Kia K7, Carnival, Sonata, Kia K5-тарда. Өздері бірінші осыны жүктейміз деп айтты. Kia Carnival'дың көлігінің иесі Ерболат ағамыз Атырау облысы сол жақтан тапсырыс бізге берді. Бағана айттым ғой. Бірінші Toyota Sienna көлігін тапсырыс бергісі келген, бірақ
осы Kia Carnival 2021 жылғы моделін 3.5-тің растаможкасымен есептеп бердік. Сол көлік дұрысырақ деп айттық. Ал мінекей жүктеп жатыр. Ал мінекей енді тағы да екінші көлігі, ол Марлен бауырымыздың жіберіп жатқан көлігі. Hyundai Sonata 2 литр газ. Айттым ғой, газ көліктері Қазақстанға негізі өте нағыз. Болашақта бензин қымбаттап көтеріле береді. Ал енді қарапайым халыққа бұл өте ауыр. Газ көліктерін алғандарын дұрыс. Астананың суық болса да, ыстық болса да бағына төзімді әрі экономичный. Яғни 2000 теңгеге бір 100 км жүретін болсаңыздар бензинмен, ал мынау газ көлігімен 300 км, яғни 3 есе сізге километрге баруға болады. Яғни әйел адамдарға немесе мен жұмысын барып келем, немесе осы жанармаймен көп шығынды алып жатырмын деген кісілерге осындай газ көлігін алсаңыздар болады. Растаможкасымен примерно болар 7,5 миллион теңгеден басталады. Ал жақсы. Ал енді мен бұл кісіні енді бүгін танысып отырмын, кеше алдында машина келген уақытта. Бұл Марлен досымыздың інісі, есімі Нұрғали. Танысқанға өте қуаныштымын. Осындай Кореяда еңбек етіп, маңдай терін төгіп, өзінің отбасына, яғни әкесіне көлік сыйлап жатыр. Осындай керемет жандарға, Аллах Тағалаға төгіп, нәсібені, берекені, ынтымақты берсін. Енді өзіңе де бір жақсы көлік алуыңа ниеттеспіз. Осы Кореяға келіп, өзіне баспана, үй алып жатқан өте көп. Сол себепті біз қолымызды жайып өкіметтен сұрамайық, шетелге шығайық, қолдан келгенше тірлік жасайық, елімізге оралып, үйленіп, бала шағалы болайық. Ал бауырым, құтты болсын. Көлігің Қазақстанның қай облысынан? Түркістан облысы. Мінекей Түркістан облысы. Өзі Қазақстанның Шымкенттен, Түркістаннан шыққан жігіттер өте мықты жігіттер. Қазақстанның түкпір-түкпірінен жұмыс тауып, одан кейін шетелдің мынау кезінде Россияда көлік келетін кезде де Шымкенттің адамдар бірінші болып салоннан жан-жақтан көліктер қараған. Сол себепті Шымкентский деп сіздер өздеріңше тәкаппарланбаңыздар. Шымкент болмаса Қазақстан бұл сияқты дамымайтын еді деп мен өзім ойлаймын. Ал сенақта береке болсын. Жақсы. Шындықты мойындау керек. Ал мінекей енді бұл көліктің арт жағынан қарайтын болсаңыздар, паралары осындай рестайлинг болып келеді, өте әдемі. Енді қарапайымда 2 лампочкалы, 3 лампочкалы болады. Ал енді одан кейінгі рестайлингте мынада 2 сызық, мына 2019-дың соңғы паралар рестайлинг әдемісінде осындай әдемі болып келеді. Ал енді бұл көліктің іш жағын бір көрсетейік. Бұл белый жемчуг, бесключевой доступ. Мінекей ішінде отырайық. Сәл басып қойым. Мінекей. Енді бұл көліктің иесі кішкене көлікке сәл көңіл бөліп айдаған. Комплектациясының бәрі жақсы. Мінекей. Push-start, монитор. Бұл 2 литрлік газ. Мінекей бәрі тап-таза. Қазақстанға бұл енді бұндай копиятты біз таба алмаймыз. Бұл аяқ астынан шықты да бірден сатылып кетті. Айтпақшы, бұл көлікті біз Азия Трейд группасына салдық. Сол жақтан көп кісі сұрады, ойланды. Газ ба деп. Одан кейін бағасы да өте тиімді болып шықты. Растаможкасымен 8 миллион 100-дің ортасынан шығады деген ойдамыз. Енді Қазақстаннан жездемізде бір көлік алғысы келген, Астана қаласынан. Бензин сұраған. Мен ол жездемайтын, жездеке заводский газ алыңыз. Бұл Қазақстандағы бензинге қойылған газ оборудование емес. Бұл Кореяның заводской газ 6-шы поколение оборудованиясы, яғни заводской деп айттым. Бұл Кореяда ешқандай жарылмайды, бәрі жақсы, таза. Енді қазір багажында газ бар ғой, соған да көрсетейін сіздерге. Мынау газдың қазір бұрынғыларында осылай орнатылған ғой. Негізі Корея мемлекеті 2013 жылы осындай газ көліктерді экспортқа шығармаған. Сол кезде арнайы Kia немесе Hyundai компаниясына инженерлері келіп, арнайы бір $1000 көлемінде бензинге ауыстырып берген. Ал енді өйткені бұл кезде газдың поколениясы 3-ші ме 4-ші поколение болған. Ал мінекей енді заманына, ағымына қарай поколениясын жоғарылатқаннан кейін бұл қысқа да, ыстыққа да, суыққа да төзімді әрі удар болған кезде жарылмайды екен. Бірақ тесік болса, тесіктен от шығып тұруы мүмкін. Ал бірақ Қазақстанда да гүрс етіп жарылып кету қаупі жоқ дейді. Енді осының қазір заводской газдың мына жерге қойылған түрлері бар. Ол Kia K7-дерде, Kia K5-тарда,
сондай жылы жаңа көліктердің санаттада заводской газында сол қойылған. Оның да сұрап көрдім. Артынан одар болған кезде жарылмайды, бірақ мыжылып қалады екен. Тесілсе, тесті жөнін от шығып тұруы мүмкін. Енді ол сосын айтпақшы айтайын деген бұл газдың ютубтан қарайтын болсаңыздар, метан, пропан болып екіге бөлінеді. Метан деген газ, ол яғни ауа, ол ауаны яғни қатты қысыммен сыққан кезде бәрі суға айналып бір баллонның ішіне қойып қояды. Сонда метан газдар бар, оның күшінің қысымы өте көп. Ол сонда газ құйылатын болса, ол кезде удар болған кезде жарылып кетуі мүмкін. Ал мына пропан газында бұл әшейін су, яғни сулы газ. Ода қатты қысым жоқ. Бұл қатты соққы алған кезде жарылу несінің қаупі өте 99% төмендеу. Тек қана корейский сборкада ғана. Ал енді келесі жүктеліп жатқан мына жақта Сахар ағамыздың көлігі. Авторы көліктің моделін несін айтып берсең, Infiniti қандай? Infiniti Q30. Infiniti Q30. Аха, Q30, екі турбо. Турбо, я. Лошадиның силасы әлі білмеймін қанша екен. Аттың күші қанша бар екен. Я, Nissanмен бірдей ғой моделі. Я. 19 жылғы, екі турбо. S деген, спортивный. Енді қараңыздар, мына жақтан былай жоғары жақтан тартып тұр, былай қарай. Тростары, ремендері. Енді мынаны төмен тартып қойды, себебі оңға, солға, жан жаққа төмен қарай машина қатты қозғалмас үшін. Шешетін кезде де бірінші осыдан кеспеңіздер, баяу шешіп, төмен қарай тұрып, алдын ала қарамен көтеріп тұрып, барлығын жақсылап шешесіздер. Енді елімізге аман есен жетіп, аман есен көліктің иелеріне табысталсын. Мінекей, одан кейін жүктелетін мынау Kia K5 көлігі. Бұл Қазақстандағы бізде не бір Toyota 50 машинасын алғанша осы көлікті алыңыздар, себебі жылы жаңа, жанармайды аз тұнады, сосын көп бұзылмайды. Ең бастысы майын ауыстырып, колодканы ауыстырып, коробкасын май барықтан көңіл бөліп ауыстыратын болсаңыздар, фильтрі барлығын. Көлік қатты бұзылмайды. Бұл көліктердің моторы миллионник деп айтылады. Миллионник деп айтатын себебі мотордың миллион километрге жүре алады. Жақсылап қарайтын болсаңыздар. Енді бұл растаможкасымен 8-8-1-ның ортасына шығады. Растаможкасын айта кетейін, себебі Қазақстанда келесі көлік алушылар примерно бағасын болсын. Бірақ осы көліктер біз қарап жатырмыз. 8-1-ге көлік табу өте қиын. 8,5 мен 9 ортасында выбор өте көп. Мына просто шығып қалды, сойынан арзан келді, арзан сатылды. Өзіміздің жездеміз болғаннан кейін жақсы бағада берді. Ал мінекей жоғары жағында Kia K7 көлігін жүктеді, Kia K7 көлігі. Енді бұлардың өздері солай айтып жатыр, себебі Kia K7 Kia K5-тен қарағанда ұзын екен. Ол жоғары жағын жүктелу керек, ал мынау аст жағынан жүктеледі, аст жағынан баяғыда келеді деп жатыр Kia K5 көлігін. Енді бұл көліктің баллондарын шешіп, салонына салады. Ал мінекей кіріп жатыр, соңғы болып кіретін көлік. Bismillah. Abайлаңыз. Төмен қарай түсірдік. Ана дискінің аст жақтарында мында машинаның номерлері қойып жатыр, темірлері сырылмас үшін. Мінекей. Бізде барлығы Kia K5 көліктеріміз міне K5-тар елімізде кетіп жатыр. Астына қарай. Қорынышты екен, е? Мінекей жүктелді. Гаджетті тартып тастайық. Бір-біріне көліктердің жақындағы примерно бір 10 сантиметр сондайдан болып тұр. 15 сантиметрге жақсы. Бұл өте жақсы. Мінекей.
ма? Ал енді біз Ерсұлтан бауырымыз бүгіндікке ауыз ашарға шақырып жатыр. Кореяда Сеул қаласында Ходжи Баба деген мұсылманский асхана бар, сол жаққа біз жиналамыз. Енді көлігіміз аман есен елімізге жетсін, кешірім сұраймын. Алдыңғы көліктер Қазақстанға 2-3 ай жетпей қалған көліктер үшін кешірім сұраймын. Аман есен елімізге жетеді, көлік ешқандай жолып кеткен жоқ, контейнер бәрі тұр, жолда келе жатыр. Бірақ кешігіп келеді. Енді мынау келесі контейнер бағасы өте қымбат. Енді біз алдында контейнер табылмағандықтан амалсыздан жіберген болатынбыз. Ол кезде контейнер барлықтары қымбаты болсын, арзан компания болсын, барлықтарының бағасы бір екен. Қазір олардың бағасы арзан, бірақ біз ең қымбат контейнерге жүктеп жатырмыз. Себебі уақытылы елімізге жетсін деген ниетпен жүктеп жатырмыз. Ал енді видеоның аяғынан көргендеріңізге рахмет. Біздің компанияға сенімді болып, тапсырыс беріп, ақшамен көлік сатып алғандарыңыз үшін рахмет. Сіздерге береке берсін. Сосын тағы бір нәрсе айта кетейін. Менің атымда жамылып, сіздер басқа бір кісілерден көлік алдым қалмаңыздар. Міндетті түрде Нұрланның жүзін видеосын көрсет деп айтыңыз. Мен рұқсат беріп, сенімді адамдар болған кезде ғана алсаңыздар болады. Себебі Корея мемлекетіне көп адамдар тапсырыс бергеннен кейін асығыс болып арзан көліктер шыққан кезде байқамай бір кісілер болған 7 миллион теңге ма сондайдан аударып жіберген. Бірақ ол кісілерді мен таппадым, мүмкін өздері не істеген жер тапқан шығар. Ал енді сол сияқты алданып қалмаңыздар. Ал енді видеоның аяғынан көргеніңізге рахмет. Сіздерге де осындай керемет көлік бұйырсын. Істеріңіз Аллахта береке. Рамазан айы мүбәрәк болсын. Дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Қазақстан елі керемет дамысын. Елімізде керемет жыл жаңа көліктер бұйырсын. Қазақстанға мынау 2019 3 жылдық емес, елімізге 2015-тен бастап көліктер кірсін деген ниеттеміз. Біздің жоғары жақта билік басындағылар осы сөзді құлақтарына алтын сырға, елімізде жыл жаңа көліктер жүре берсін. Қазақстанның көліктері мынау 2000 жылғы көліктер болсын, 1991 жылғы көліктер болсын, бағасы удай. Сол себепті еліміздің қарапайым халқымыз жыл жаңа көліктер алсын, әрі растаможканың бағасы да арзан болсын. Басқа көршілес мемлекеттер сияқты Қырғызстан, Өзбекстан, Украина, Россия сияқты тиімді бағада көліктер бізде кіргізейік ағайын бауырлар. Амин. Сендерге Аллах береке берсін. Жақсы сау болыңыздар. Men Spark'ım sikip ketdi oyun, bana әлі тұр ғой. Пломбу қойылады. Видеоға мейлі? Фото қалайын ба? Видеоға да Неде бағанағы Қытайдағы пальмем ақша ғой. Мысалы $7,800 контейнер ше. Бір контейнер ба $6,800, $1000 арзанда. Олар бірақ 2-3 ай кешігеді. Жақсы. Болмыз. Братан, ты дальше что придешь? Опасно, Қандай болады деген заңшы. Сіз бетесіз. Атымда еш жоқ. Жоқ, братан, сіз бетесіз ағасы. Мына кісіге компанияға акцияны келесіз. Сөйтіп Қазақстан кетеді. Менің контейнерімді мына адам керек деп сұрап